Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Өте дәмді әрі әдемі шығатын ыстық тамақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы суға тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз, суымызды құйып, ұнымызды салып, орташа жұмсақтықтағы қамырды бастырамыз. Орташа жұмсақтықтағы қамыр дайын болды. Пленкаға салып, холодильникке салып қойдым. Енді салмасын дайындаймыз. Көкөністердің барлығын майдалап турап шығамыз. Пияз, сәбіз, картошка және көк пиязды да турап шықтым. Картошка мен сәбізді кубик тәріздес турадым. Фаршқа тұз, қара бұрыш, пиязды салып, пияз бен тұз, бұрыш үшеуін езіп араластырып алдым. Содан кейін барлық көкөністерді салып араластырдым. Салмасына сұйық май қоспаңыз, тамағыңыз майлы болып кетеді. Міне салмасы да дайын болды. Бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды барынша жұқа етіп жаюымыз керек. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей лента тәріздес етіп кесеміз. Ортасына салмасын ұзына бойы салып шығамыз. Қамырды осылай бір-біріне біріктіріп бүктейміз. Қамырымыз ұзын, сондықтан ортасынан кесеміз. Дәл осылай орағанда үлкен болып кетеді. Міне гүл тәріздес болды. Салмаңыз таусылғанша барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Подлив дайындаймыз. Табамызды отқа қойып, аз мөлшерде май құямыз. Май қызғаннан кейін пияз салып қуырамыз. Пияз менде кішкене күйіңкіреп кетті, сіздерде күйіп кетпесін. Тәтті бұрышымызды, томатымызды салып қуырамыз. Сәбіз, картошкамызды саламыз. Су құямыз. Су көкөністерден кішкене ғана асып тұруы керек. Дәміне қарай тұз саламыз. Қайнап тұрған подливтің үстіне қамырдан жасаған роза гүлдерімізді қойып шығамыз. Бетін жауып, өте баяу отта 40 минутта пісіреміз. Менде 3 штук роза гүлі артылып қалды. Пленка кигізіп морозилкаға салып қоямын. Алдағы уақытта картошка мен жасалынатын тамақ болса, үстіне қойып пісіріп аламын. Міне тамағымыз дайын болды. Ыдысымызға әдемілеп салып дастарханға ұсынамыз.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта оңай рецепттер шығатын болады. Астарыңыз дәмді болсын.